Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға өте дәмді, ерекше әрі тойымды тамақтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ең алдыменен сүйектерді, еттерді осылай бөлек ыдысқа бір қайнатып алатын боламыз. Bir қайнағаннан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай осылай өзін көбіктерін алып тастаймыз. Сөйтіп астын жай қоямыз. Осы орайда өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Қандай дәмдеуіш болса да өздеріңізге ұнаған. Бұрыш салдым, бүтін бұрыш, бір сәбізімді, бір пиязымды салып жібердім. Осы орайда енді бөлек ыдысымызға осылай паршымызды, пиязымызды ұсақтап турап, күрішімізді осылай жақсылап жуып тазалап қосатын боламын. Және қара бұрыш қосып, осыны жақсылап араластыратын боламын. Осы орайда паршым дайын болды. Енді оған бір жұмыртқа қосып жібердім. Осылай шашырамай әдемі болып пісу үшін бұны да жақсылап араластыратын боламын. Бұл салмамыз болгар бұрышымыздың салмасы еді. Осылай бәрін ығыздап салатын боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай. Достар, каналымда бірінші рет көріп отырсаңыздар, подписаться бөлімінде батырманы басып, маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да керемет лайфхактармен және керемет видеолар түсіретін боламын. Соны көріп отыру үшін, және де менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, керемет лайфхактар, керемет пайдалы видеолар бар. Соны көрсеңіздер де болады. Осылай бірінші салмамызды осылай дайындайтын боламыз. Барлығын осылай манталарға орналастырамын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, өте тойымды тамақ, және де асқазанға жеңіл. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Келесі салмасына осылай картошкамызды ашып, тазалап, жуып, осылай барлығын осылай кесетін боламын. Енді сіздерде бұндай кесетін болмаса, әшейін кесіп сасаңыздар да болады. Енді сәнді көріну үшін осылай кесіп шықтым. Өздеріңіз көріп тұрғанда, енді екінші салмамыз дайындап жатырмын. Осылай барлығын ұсақтап турап болған екен. Оның үстіне бір қасық приправа салдым. Бір қасық қызыл бұрыш, бір қасық қара бұрыш саламыз. Бір қасық тұзымыз бар, соны жақсылап араластыратын боламын. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша қандай приправа сасаңыздар да, ұнаған приправаларыңызды сасаңыздар болады. Енді осыны жақсылап араластырып, осылай мантаваркамызге бәрін салатын боламыз. Бәрін бетін тегістеп, осылай бәрін салып шығатын боламын. Қайнап тұрған етіміздің үстіне енді болгар бұрышымызбен дайындағанын қоятын боламыз. Оның үстіне картошкамен дайын болған салмамызды қоятын боламыз. Бір сағатқа қалдырамын, бір сағатта дайын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай дайын болды. Осылай бір сағатымыз өтті, тамағымыз өте жұмсақ, дәмді болып пісті. Егер де ауызашарға осылай дайындап жесеңіздер, майсыз, өте асқазанға жеңіл тамақ. Және де диета ұстап жүрсеңіздер, міндетті түрде осы тамақты істеп жесеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет, қош сау болыңыздар.